Жақсы көңіл күйді балар біз бір-бірімізге жүректен жүрекке әдісі арқылы іске асырамыз. Дарын, бүгінгі сабағың сәтті өтсін. Рахмет. Сұлтан, мен саған бүгінгі сабағыңды жақсы оқуға тілектеспін. Арсен, бүгінгі сабақты жақсы оқып, бәрі сабақты түсінуіңе тілектеспін. Болат, сен бүгінгі сабақта жақсы оқып, 5 ал. Айзере, аспаның ашық болсын. Рахмет, бүгінгі сабақты бірінші білдірді. Сабағымды бесіге сабағымызды бітірейік. Вализа, осы сабақта бүкіл түсініңіз кесіз. Айзере, сенің сабағын сәтті тілеймін. Нұрай, осы сабақта 5 алып, сабақты түсінгенімді қалдым. Нұрай, осы сабақты жақсы бітіруге тілектеспін. Және бүгінгі күніңізге сәттілік. Кәусар, сенің бүгінгі сабақты түсінгенімді қалдым. Еркежан, мен саған сәттілік және бақыт тілеймін. Осы сабақты 5-ке бітір. Айша, бүгінгі сабағыңа сен сәттілік тілеймін. Айбек, осы сабақты жақсы түсін. Арсен, бүгінгі сабақты 5-ке шығып түсінуіне жетесің. Апай, осы күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Ал балалар, көңіл күйіміз көтерілді ма? Тамаша. Біз бүгінгі сабағымыз сәтті, әрі тәтті өтсін деген оймен, мен сендерге мынандай тәттілер алып келдім. Қане тақтаға шыға қоямыз. Өздеріңе ұнаған түстен алып жейміз, балалар. Осы түстер бойынша топқа бөлінеміз. Тәттілерінің түсі бойынша топқа бөлінеміз. Айзере, сенің тобың? Жасыл. Яғни, Айзеренің тобы бірінші топ. Дарын, қызыл. Дарынның тобы екінші топ. Жанел, сары түс, үшінші топ болдық. Ал балалар, біз топқа бөліндік. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен сабақта Бердібек Соқпақбаев атамыздың «Менің атым Қожа» повесімен танысқан болатынбыз. Солай ғой? Біз оны жақсы меңгердік. Солай ма, балалар? Олай болса, экранға назар аударамыз. Мұнда ширату жаттығулары берілген. Үй тапсырмасын пысықтаймыз, балалар. Қане? Неліктен Қожа атын өзгерткісі келді? Жанел? Оның өзінің аты өз-өзіне ұнамай, жоғарғы идеалды ат қойғысы келді. Тамаша. Не себепті Қожа өмірде әдетсіздер толып жатыр дейді? Еркежан? Өскенбайдың баласын тың жұрттар деп ат қойған секілді. Өзге қызық жұрт осы болсын баланың аты осы болсын, осыдан күшті атты жерді айналып өтсек те таба алмаймыз дейді. Тамаша. Неліктен сыныпта оны Қара Қожа деп атайды? Нұрай? Себебі сыныпта 2 қожа. Оларды шатастырып алмау үшін Өскенбайдың баласын Сары Қожа, ал мені Қара Қожа деп атайды. Жақсы. Әжесі неге тәмпіш қара дейді? Сұлтан? Себебі оның екі мұрны қосалды мылтықтың басы сияқты үңірейіп тұрады. Оның 2 сұқ саусағы оған еркін кіріп шығады. Өте жақсы. Әубәкір шал неге Қожаның шашын алған сайын таңғалады? Ибосын? Оның шашы шошқаның құлшығынан келем емес. Әубәкір шал шашын алып атқан кезде бірінші рет көргендей, япырай, мынандай шашта бітеді екен ғой. Бұл шаш емес, тікенек қой. Жақсы. Қожа қандай мақсатпен спорт алаңына келе жатты? Кәусар? Қожа өзінің түскі шайын ішіп, спорт алаңына келе жатты. Қолтығында добы бар. Кеше
Спартак қараттарда ұтылып қалып еді, 7-5 болып. Енді қалайда оларды жеңуіміз керек деген мақсатпен келе жатты. Өте жақсы. Қожа не себепті Жантастың мұрнынан шертті? Себебі Жантас өзінің қолында жапырақ сияқты қағазды ұстап ары-бері мақтанып, және де қожаны қара қожа деп мақтап әзілдегеннен кейін мұрнына шертіп қашып кетті. Тамаша. Майқанова неліктен қожаға таңырқап қарады? Жанел. Ол Жантасқа лагерге жолдама бергеніңізге маған да беріңізші, менің одан бір жерім кем бе дейді. Сол кезде ол есікті тарс ашып кіреді. Ал Майқанова апай болса, қожа не болды деп таңырқап қарайды. Жақсы, неліктен қожа есікті тарс жапты? Баймырза. Өйткені ол Майқанова апай оған айтты. Біріншіден билет балаларға жетпейді. Екіншіден ол үлгілі жақсы оқушыларға. Сосын қожа есікті тас жауып, Майқанова апай қожа тоқта дегеннен ол қарамай бұрып кетіп қалды. Өте жақсы. Қожаның тентек болу себебі неде деп ойлайсыңдар? Тентек болу себебі неде? Дарын айта ғой. Себебі оны сыныптағы барлық балалар оны қара көже деп мазақтайды. Сондықтан ол тәртіпті емес тентек болып кеткен. Жақсы. Тағы кім толықтырамын дейді? Кім толықтырамын дейді балалар? Сұлтан. Және де ол оны сыныптастары мазақтап, оны көре алмайды. Және де ол өзіне қызық болсын деп те бұзықтықтар жасап жүреді. Жақсы, өте жақсы балалар. Олай болса балалар, енді экранға назар аударамыз. Ой қозғау әдісі. Қожаны не үшін жиналысқа салды? Айта ғой. Қожа Майқанова тәтейдің сөмкесіне 3 құлмаққа салды. Және тағы да көп бұзықтық жасап, сол үшін оны жиналысқа шақырды. Жақсы. Сәйбек қарттың әңгімесі қожаға қалай әсер етті? Кәусар. Сәйбек қарт қожаға әкесі туралы айтқаннан кейін, ол да әкесі сияқты болғысы келді. Адамдардың барлығы әкем сияқты мені де сыйласын деп өзгереді. Тамаша. Жақсы балалар, сонымен біздің қожамыз тәртіпті, ақылды, үздік оқушы боламын деп ой түйді. Солай ма балалар? Олай болса балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не екен? Түбі адам болатын бала. Жақсы. Біздің бүгінгі оқу мақсатымыз көркем шығармадағы кейіпкер қожаның образын іс-әрекеті арқылы ашу, шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу. Бағалау критерийлеріміз балалар. Кейіпкер образын іс-әрекеті арқылы ашады, шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдайды, әдеби эссе жазады. Түсінікті ма балалар? Олай болса, тапсырмаға көшеміз. Си кестесі арқылы қожаның жағымды және жағымсыз мінезін жазып шығамыз балалар. Дәптерімізді ашамыз, кестені сызамыз. Си кестесін сендер білесіңдер. Оң қанатына қожаның жағымды мінезін, сол қанатына қожаның жағымсыз мінезін жазып шығамыз. Бұл жеке жұмыс балалар. Қане жұмысқа көшеміз, уақытты тиімді пайдаланамыз.
топ қол шапалақтап белгі береміз. Жағымды мінезі, жақсы адам, ішінде жақсы адам болсы келеді. Өзінің бұрындағы жаман мінезін тастап, жаңа өмірге келіс келеді. Жаман мінезі бұзық, құтыршақ, ақымақ. Жақсы. Кәусар. Жағымды мінезі, мейірімді, ақылды, әкесі сияқты болғысы келеді. Жағымсыз мінезі, тентек, бұзық. Өте жақсы. Тәртіппен бағалаймыз балалар. Қожаның жағымсыз мінезі. Көп бұзықтық жасаса да қайталай береді. Ал қожаның жағымды мінезі түбінде адам болғысы келеді. Жақсы. Дарын. Жағымды мінезі, әдетті айтқан сөзінде тұрады, еңбекқор. Жағымсыз мінезі, бұзық, жалқау, тентек. Өте жақсы. Жағымды мінезі. Қожа ол мейірімді, кеңпейіл, ақылды, және де мықты. Жаман қасиеті ол бұзық, ұрлық жасайды, құтырыншақ, және де сыныптастарын мазақтайды. Жақсы. Керемет балалар. Жағымды мінезі, мейірімді, түбінде адам болатын балалар. Жағымсыз мінезі, тентек, бұзақы, аңқау. Жақсы. Айзере. Жағымды мінез, ақылды, мейірімді, арманына жеткісі келеді, әкесі сияқты болғысы келеді. Жағымсыз мінезі, тентек, бұзық. Тамаша. Байбырса. Жағымды мінезі, мейірімді, әдепті, еңбекқор. Жағымсыз мінезі, бұзық, ақымақ, аңқау. Өте жақсы. Жақсы балалар. Енді балалар, келесі тапсырмамызға көшеміз. Постер әдісі арқылы балалар, қожа қандай оқушы? Бірінші топ, екінші топ, мінсіз оқушы қандай болу керек? Үшінші топ, мен қандай оқушымын? Постерді қорғаймыз балалар. Қазір таратып берем, бұл топтық жұмыс балалар. Топпен жұмыс жасаймыз. Kım okuyor? Akıllı. Әдепті, еңбекқор, ақкөңіл, жақсы оқиды, көмектеседі. Мінсіз оқушы қандай болу керек? Мінсіз оқушының жұмысы білім алу, ақылды басқаларды етпеу керек. Өз арманына жету үшін білім алып, өз жолына қойып. Жақсы. Ал балалар, шаршадыңдар ма? Ал олай болса, сергіту сәтін өткізіп алайық. Қане тұрамыз орнымыздан.
Ekranға назар аударамыз. Шілденің шуақты күніне қол созамыз. Жылы ауылдың осы елімізді қуамыз. Тілектен жұмсақ жүрді қағая бастай боламыз. Даламыздың керемет табиғатына шашты киеміз. Жақсы балалар. Сергіп қалдық па балалар? Жақсы, олай болса балалар, біздің келесі тапсырмамыз сәйкестендіру тесті балалар. Бұл жұптық жұмыс балалар. Екі адамнан бірігіп орындаймыз. Жұптық жұмыс. Қадыров күнде адам болатын бала. Майқанова апайдың сөзі. Бұдан былай тәртіпсіздік жасайтын болсам қандай шара қолдансаңыздар да ризамын. Қожа. Қадыровты оқудан шығару керек. Ол уәдесін бергенмен орындамайды. Жантар. Мынау шаш емес тікенек қой. Әубәкір шал. Жақсы. Дарын. Қадыров түбінде адам болатын бала. Қожа. Бұдан былай тәртіпсіздік жасайтын болсам, қандай шара қолдансаңыздар да ризамын. Қожа. Қадыровты оқудан шығару керек. Уәдесін бергенмен орындамайды. Жантас. Мынау шаш емес тікенек қой. Әубәкір шал. Нұрай. Қадыров түбінде адам болатын бала. Майқанова апай. Бұдан былай тәртіпсіздік жасайтын болсам, қандай шара қолдансаңыздар да ризамын. Қожа. Қадыровты оқудан шығару керек. Ол уәдесін бергенмен орындамайды. Жантас. Мынау шаш емес тікенек қой. Әубәкір шал. Қадыров түбінде болатын бала. Майқанова апай. Бұдан былай тәртіпсіздік жасайтын болсам, қандай шара қолдансаңыздар да ризамын. Қожа. Қадыровты оқудан шығару керек. Ол уәдесін бергенмен орындамайды. Жантас. Мынау шаш емес тікенек қой. Әубәкір шал. Тамаша. Каусар. Қадыров түбіне адам болатын бала. Бұл Майқанова апайдың сөзі. Бұдан былай тәртіпсіздік жасайтын болсам, қандай шара қолдансаңыздар да ризамын. Бұл Қожа. Қадыровты оқудан шығару керек. Ол уәдесін бергенмен орындамайды. Бұл Жантас. Мынау шаш емес тікенек қой. Бұл Әубәкір шалдың сөзі. Жақсы. Ал балалар, біз сәйкестендіру тестін орындап болдық. Ал балалар, біз эссе жазбас бұрын экранға назар аударып, Қожа фильмінен үзінді көреміз. Жабық кеңесті ашық деп жариялаймын. Күн тәртібіндегі мәселе біреу. Тәртіпті оқушы болу үшін Қожаның не істеуі керек? Ал, сөйле, Батыр. Тұр! Отыр. Кіммен сөйлесіп отырсың? Бөгет жасамай тұра тұр әже. Жабық кеңес өткізіп отырмын. Өзіңмен өзің не сөйлесіп отырсың? Не қылған адамсың әже? Мен кеңес өткізіп отырмын. Отырмалысың мәселе. Шыққа қашыңызға болмайды ғой. Отырашы. Бірдемеден шошыдың бәлде. Айтшы жарығым. Бісміллә деші. Бісміллә. Не бармыз шарашығым. Айтшы жарығым. Деймін. Жаз. Не деп жазым? Жаз. Ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өз дейсінші, онда қойды. Әйтпесе
Günah olan dedi sözler ayırdı. Terbiyesizliksin gözün çabalarsın. Kalay. Onu kendine görürüz. Şehrin bir avında kabullandı. Unadı mı balı? Unadı. Olay bolsa, hazır defterlerinde alınlar. Tübünde adam bulasın bala takırbında. Esse yazamız söz sanı 40-50 bolu gerek bala bu jeke жұмыс, сондықтан bir-birimizге giderge жасамай жұмысқа кірісеміз. Kol şapalaktayımız bağlar. Al bolduk ba? Жақсы балар, олай болса, мында автор орындық отыр, яғни Бердібек Соқпақбаев аталарының орындық отыр. Сендер қазіргі жазған эсселеріңді осы орындыққа келіп, аталарының орнында отырмыз деп сезініп, оқисыңдар балалар. Сұлтан келе ғой. Қожа ол өте бұзық бала болады. Ол сыныпта Жанар деген қызды жақсы көреді. Тіпті оған өлең де жазып жүреді. Қожа анасымен мектепке жиналысқа келген кезде анасы мектепке кіріп кетеді. Қожа Сайбек қартпен әңгімелесіп отырады. Сонда Сайбек қарт қожаға әкесі туралы айтады. Сенің әкең өте жақсы адам болған. Оны бүткіл ауыл танитындай жақсы адам болған. Жақсы. Арсен? Қожа түбінде адам болатын бала. Қожа өзінің әкесі сияқты ауыл танитын, ауылға танымал болғысы келеді. Қожаның сыныптастары қара қожа, қара көже деп мазақтамаса, түбінде адам болатын бала. Оның мазақтағанның кесірінен тентек. Жақсы. Айзере? Ол кезде кішкентай қожаның мектеп жасындағы бастан кешкен әртүрлі қызықты оқиғалары жайлы баяндалады. Ол қанша бұзық жасаса да жақсы адам болуға талпынысы бар. Өзінің жасаған бұзықтығын бәрі әкесі өскендігі деп ойлайды. Қожа өзінің мінезін тәртібін өзгертуге тырысады. Әңгімеде қожаның балалық махаббаты да үлкен рөл ойнайды. Ол сыныбындағы үлгілі тәртіпті әрі сабақты үздік оқитын Жанар деген қызды жақсы көреді. Тіпті кездері Жанарға арнап өлең де шығарады. Жанарды әрқашан көргісі келіп тұрады. Қожа жазушы болуды армандайды. Тамаша, Дарын? Бүгінде адам болатын бала. Қожа жастайынан тентек болды. Ол әкесі сияқты болғысы келеді. Себебі әкесін бәрі таниды. Қожа тәртіпті үлгілі болуға ұмтылады. Қожа түбінде адам болатын балаға лайық. Жақсы. Айзере? Бердібек Соқпақбаевтың повесінде қожаның оқиғалары туралы айтылған. Ол бұзық болса да тәртіпті болуға тырысады. Бұл әңгімеде қожаның жақсы көруі де рөл ойнайды. Ол сыныбындағы үлгілі, тәртіпті Жанарды жақсы көреді. Тіпті оған арнап өлең шығарады. Менің ойымша, ол алдағы уақытта өз арманына жетеді деп ойлаймын. Ол түбінде өз бұзықтығын қойып, тәртіпті болады деген сенімдемін. Өте жақсы. Жанел?
Түбінде адам болатын бала. Бердібек Сухлықбаевтың «Менің атым Қожа» атты повесі барлық балаға қызық, және барлығы оны жақсы көреді. Қожа Сайбек қарттың әңгімесінен кейін Қожа әкесі секілді болғысы келеді. Қожа түбінде адам болғысы келеді. Ол жақта Қожаның шытырман оқиғалары баяндалған. Жақсы, аяулым. Түбінде адам болатын бала. Қожа басында теңсек болады. Ол мұғалімнің айтқанын тыңдамайтын, ол сосын түбінде адам болуға тырысады. Ол сыныбында Жанар деген қызды жақсы көреді, оған өлеңдер жазады. Қожа анасымен жиналысқа келеді. Анасы мектепке кіріп кетеді, сосын Сайбек қарт Қожаға әкесі қандай болғанын айтып береді. Сосын Қожа әкесі секілді болғысы келеді. Содан кейін. Жақсы балалар, енді экранға назар аударамыз балалар. Ал балалар, бүгінгі сабақта басымыз арқылы нені меңгердік? Білімді. Тағы дарын. Қожаның. Айда қой зерек. Бүгінгі сабақта біз Қожа сияқты тентек болмауды үйренеміз. Жақсы. Ал бүгінгі сабақта қолың арқылы нені жасай білдің? Біз бүгінгі сабақта қолымыз арқылы жазу жаздық. Жақсы. Тағы. Баймырза. Біз топтық жұмыс жасадық. Жақсы. Аяулым. Жазу жаздық. Кесте толтырдық. Солай ма? Нұрай? Жақсы. Ал бүгінгі сабақта жүрегің арқылы нені сезіндің? Каусар? Сыпайыл болуды. Мейірімді жақсы болуды. Мейірімді жақсы болуды. Ақ көңіл болуды. Ақ көңіл болуды. Тәртіпті оқуш. Адамгершілікті біз үйрендік. Солай ма? Жақсы балалар. Балалар, экранға назар аударамыз. Біздің бүгінгі бағалау критерийлеріміз не еді? Кейіпкер образын іс-әрекеті арқылы ашады, және кейіпкер образын іс-әрекеті арқылы аштық па балалар? Аштық. Шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылық тұрғысынан талдап әдеби эссе жаздық па балалар? Жаздық. Олай болса біздің оқу мақсатымыз не еді? Көркем шығармадағы кейіпкер образын іс-әрекет арқылы ашу, шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу. Біз бүгін оқу мақсатымызға жеттік па? Жеттік. Ал балалар, күнделігімізді аламыз, үйге тапсырма. Үйге авторға хат жазып келу. Яғни, сендер Бердібек Соқпақбаев аталарына хат жазып келесіңдер. Бүгінгі сабағымыздың авторы кім еді? Бердібек Соқпақбаев. Яғни, менің атым Қожа повесінің авторы Бердібек Соқпақбаев аталарын. Үй тапсырмасы Бердібек Соқпақбаев аталарына хат жазып келесіңдер. Ал топбасшылар маған бағалау парағын әкеп өткізе қойыңдар. Жақсы. Рахмет топбасшыларына. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Бүгінгі күндерің сәтті өтсін. Қош сау болыңдар.